Баршаңызға қайырлы күн достар, Ханчайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай жеміс-жидектердің науқанында қарақат пен қара жүзімнен компот жасап көрсетемін. Компот жасау үшін қажетті заттар: 4 кг қарақат, 1,5 кг қара жүзім және де қант қажет болады. Банкілерді судың буына 40 минутқа қойып алдым. Енді осының ішіне жемістерімізді саламыз. Қарақаттарды банкіге салып болдым. Енді оның үстіне қара жүзімдерді саламыз. Осылайша барлығын салып болдым. Енді оның үстіне ыстық суды құямыз. Жеміс-жидектерді салып болғаннан кейін қайнаған ыстық су құямыз. Осылайша етіп барлық банкілерге құйып, банкіні қақпақпен жабамыз. Ыстық су құйып болғаннан кейін 30 минутқа үстін жауып қоя тұрамыз. 30 минут уақыт өтті. Енді банкілердегі суды құйып аламыз. Барлық банкілердегі суды кастрөлге құйып болдым. Енді оның үстіне қант салуымыз керек. Яғни 3 литрлік банкіге 300 грамм қанттан саламыз. Банкінің 300 граммын есептейтін болсақ, 4 банкіге 1 килограмм 200 грамм қант кетеді. Мен өлшеп алдым, енді осының үстіне саламын. Барлығын салып болғаннан кейін қасықпен араластырып, отқа қойып қайнатып аламыз. Содан кейін банкілерге құямыз. Қант пен суды қайнатып алдық, енді қайтадан банкілерге құюымыз қажет. Банкілерге ыстық суды құйып болдық. Енді қақпақтарды ыстық суға қайнатып алғаннан кейін банкінің бетіне қойып жауып тастаймыз. Осылайша барлық банкіні жауып шығамыз. Болғаннан соң орамалмен бетін жауып қоямыз. Достар, қарақат пен қара жүзімнен жасалған компотымыз дайын болды. Біздің жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписаться мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.